Мам, мына пияздардың барлығынан не істейсіз? Бүгін мен манты жасаймын. Манты жасаудың бізге ең алдымен фарш және де тоң май керек болады. Енді пиязға кірісіп кететін боламыз. Біз пиязды басында ұзынша және де майдалап тураған болатынбыз. Оның барлығын турап болғаннан кейін біз фарштың үстіне салған болатынбыз. Сосын біз бұрыштарға кірісіп кеттік. Біздің бұрыштарымыз қызыл бұрыш, қара бұрыш және де дұз. Басында қара бұрышты салып, сосын үстіне қызыл бұрыш, сосын ғана біз тұзды сепкен болатынбыз. Барлығын салып болғаннан кейін, енді осының барлығын араластыруымыз керек. Яғни осылардың барлығы араласып болғаннан кейін біз қамырымызға кірісіп кеттік. Біздің қамырымыз дайын. Енді осы қамырды біз жұмсақ қылып жасаған болатынбыз. Енді осыны оқтаумен бірге жайып, үлкен болғанша жайылуы керек. Қамырымыз үлкен болды, және де қамырымызды алып, оны екі бүктеп, пышағымызды алып кесе беретін боламыз. Басында біз бүктегеннен кейін оны осылай кесетін боламыз. Сосын ғана 4 бұрыштап кесетін боласыздар. Енді қамырымыздың барлығын жайып болғаннан кейін ішіне салынатын фарштардың барлығын салып бүге беретін боламыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ болып шықты, және де бүккен кезінде өте күшті болып көрініп тұрады. Сосын барлық мантыны листерге салып, газды қосып жіберіп, кастрюльді қойған болатынбыз. Біздің мантымыз 1,5-2 сағатта дайын болады. Біздің мантымыз дайын болды, өте күшті, жұмсақ, және де сендер жасап көріңіздер.